Ассалаумағалейкум футбол сүйер қауым, сіздермен бірге гол арнасы. Бүгін біз футбол әлемінде болып жатқан соңғы әрі қызықты жаңалықтарды сіздермен бөлісетін боламыз. Сіздер бізді қолдау мақсатында арнаға тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Біз сіздер үшін тұрақты түрде футбол жаңалықтарын дайындап, сапалы әрі қызықты түрде жеткізетін боламыз. Ендеше назарларыңызға бүгінгі шығарылымнан көретіндеріңіз. Бүгін Чемпиондар Лигасының матчтары өтеді. Моизе Кинге қызығушылық танытқан клубтар саны көбеюде. Фрэнк Лэмпард Саутгемптонды тізгіндеуі мүмкін. Осы және де өзге де футбол жаңалықтары бүгінгі біздің видеода. Олай болса, біз бастаймыз. Бүгін Чемпиондар Лигасы. Достар, бүгін Чемпиондар Лигасының ширек финалының алғашқы матчтары өтеді. Арсенал өз алаңында Мадридтің Реалын қабылдайды. Бұл матчты 23 шілде Казспорт телеарнасынан тамашалай аласыздар. Ал Бавария Интер арасындағы ойынды Қазақстан ұлттық телеарнасы 23 шілде көрсететін болады. Қарымта кездесулер келесі аптада өтеді. Анчелотти шәкірттері сырт алаңда басымдық таныта ма? Әлде зеңбірекшілер өз алаңда жеңіске жетеді ме? Бүгінгі ойында белгілі болады. Сонымен қатар мюнхендік Бавария, Мюзиала, Дебис һәм Упамекано сынды ойыншыларсыз Миландық Интерден басым түсе ме? Өз ойларыңызды комментария бөліміне жаза кетуді ұмытпаңыздар. Европаның алпауыт клубтары Моизе Кинді өз саптарына қосқысы келеді. Италиялық шабуылшы Моизе Кин жазғы трансферлік терезе кезінде ең көп талқыланатын есімдердің біріне айналуы мүмкін. Кальчо Меркато басылымына сенсек, Ньюкасл өкілдері жақында Фиорентина шабуылшысының агентімен кездесіп үлгерген. Қазіргі таңда 25 жастағы футболшыға қызығушылық білдіріп отырған клубтар қатарында Барселона, Милан, Тоттенхэм, Наполи және Арсенал бар. Бұл Моизенің маусым бойы көрсеткен жоғары деңгейдегі ойынының нәтижесі. Айта кетейік, шабуылшы 2024-25 маусымында 36 матчқа қатысып, 22 гол соғып, 3 нәтижелі пас берген. Мұндай статистика оның Европаның үздік клубтары үшін тартымды трансфер нысанасын айналдырды. Келесі маусымда Моизе Кин қай клубтың жейдесін киетіні трансферлік терезенің басты интригаларының бірі болмақ. Фрэнк Лэмпард Премьер Лигаға оралуы мүмкін. Саутгемптон оны бас бапкерлікке шақырмақ. Талкспорт дерегінше, Саутгемптон қазіргі бас бапкері Иван Юришпен маусым соңында қоштасып, орнына Фрэнк Лэмпардты шақырмақ ниетте. Қазір Лэмпард Ковентри клубының тізгінін ұстап отыр және чемпионшипте жақсы нәтиже көрсетіп келеді. 46 жастағы ағылшын маманның еңбегі Саутгемптон басшылығының қызықтырып отыр. 3 ай бұрын қауіпті аймақта болған Ковентри қазір чемпионшиптің плей-офф жолдамасына таласып жүр. Айта кетейік, Саутгемптон биылғы маусымда Премьер Лигадан түсіп қалатыны анық болды. Клуб басшылығы келесі маусымда қайта АПЛ-ға оралуды көздеп, сол мақсатта жаңа бапкерді кездестіріп жатыр. Фрэнк Лэмпардтың бапкер ретіндегі жаңа мүмкіндігі дәл осы Саутгемптонда пайда болуы мүмкін. Бахтияр Зайнудинов Бешикташтан кетуі мүмкін. Клуб жазда ойыншыны трансферге шығарады. Түркиялық басылымдардың хабарлауынша, Бешикташ басшылығы жазғы трансферлік терезеде Бахтияр Зайнудиновты сатылымға қоймақ. Клуб ойыншыдан түсетін табыс арқылы жаңа трансферлерге жол ашуды көздеп отыр. 25 жастағы отандасымыз Стамбул ұжымына 2023 жылы қосылған болатын. Сол уақыттан бері Зайнудинов 43 матчқа қатысып, 1 голдың авторы атанды. Оның әмбебаптығы мен еңбекқорлығы бапкер тарапынан жоғары бағаланса да, команда оны ұзақ мерзімді жобаның бір бөлігі ретінде қарастырмайтын секілді. Қазіргі уақытта Батека қызығушылық танытып отырған бірнеше европалық және түркиялық клубтар бар. Оның келесі маусымда қай командада өнер көрсететіні алдағы апталарда белгілі болады. Лерой Сане Бавариямен жаңа келісімшартқа қол қоюға жақын. Ойыншы Мюнхенде қалуға ниетті. Бавария шебер вингері Лерой Санемен жаңа келісімшарт бойынша келіссөздер бастап кетті. Sky Germany дерегінше, клуб 2028 жылға дейін жарамды келісім ұсынуға дайындалып жатыр. Қызығы, 28 жастағы футболшы жалақысының бір бөлігін қарастыруға келісіп отыр. Қысқартуға келісіп отыр. Тек клуб сапында қалу үшін. 28 жастағы футболшы тек клуб сапында қалу үшін жалақысының бір бөлігін қысқартуға келісіп отыр. Бұл оның Баварияда деген адалдығы мен
келесі жылдары да жобаның бір бөлігі болғысы келетінін көрсетеді. Дегенмен англиялық Арсенал тарапынан да Санеге деген қызығушылық бар. Лондондық клуб өкілдері ойыншының агентімен алдын ала келіссөздер жүргізіп үлгерген. Бірақ Леройдың қазіргі таңда Мюнхенде қалуға деген ниеті басым. Осымен бүгінгі футбол жаңалықтарымыз өз мәресіне жетті. Видеоны лайк басып комментарий жаза кетуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.